Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі жиналыста айтылған, яғни бірлестік жетекшілеріне тапсырылған тапсырма мынадан тұрады. Яғни өз бірлестіктеріңіздегі әріптестеріңіздің толық мәліметтерін берулеріңіз керек. Ол мәліметтер мыналардан тұрады. Тегі, аты, әкесінің аты, яғни удостоверение жеке куәлік бойынша жазылу керек. Сосын туған күні міндетті, ұлты, жұмысқа алу күні еңбек кітапшасында осы мекемеге, яғни тұран мектебіне қай кезде келді, қабылданды, сол күнді көрсетіңіздер. Зейнетке шығу күні міндетті емес, оны көрсетпесеңіздер де болады. Педагогикалық қызметті басталу күні дейді. Яғни басқа салада да жалпы басқа мектеп, осы мектепке дейінгі басқа мектептерде де педагогика саласын жүргізген болса, сол басталған күнін көрсетіңіздер. Одан кейін жұмысқа алуға дейінгі еңбек өтілі, яғни осы мекемеге кіргенге дейінгі басқа мекемеде істеген жұмыс стажын көрсеткішін көрсетіңіздер. Яғни ол осы мектепке дейін 4 жыл істеуі мүмкін, 5 жыл істеуі мүмкін, 5 жыл 6 ай 7 күн жұмыс жасауы мүмкін. Соны да нақты көрсетсеңіздер. Одан кейін мына жерде диплом көрсеткіші бар. Жоғары болса жоғары, колледждегі болса колледжі, арнаулы болса арнаулы деп көрсетіңіздер. Оны міндетті. Сосын фактический адрес ол қазіргі тұрғылықты орны. Яғни Жетісай қаласы, Амангелді көшесі 26 үй. Одан кейін электронный почтасы міндетті, қатесіз осыны көрсетсеңіздер. Сосын жұмыс телефонына WhatsApp номерін, жеке хабарласу номерін, ұялы телефон деп көрсетсеңіздер. Яғни байланыс телефон. Сосын қайсы номерде қосулы болады, сол номерді мына жерде көрсетуіміз керек. Соның барлығын толықтай мәліметті ақпаратқа түсіріп алып келсеңіздер, осы нәрсені енгізуіміз керек күнделік кезетке. Жалпы назарларыңызға рахмет.